Рамазан кезі болсын, жалпы қасиетті шариғатымызда, исламда, басқа жағдайда болсын, жалпы адам өмірге келгеннен бастап, ес білгеннен бастап, өмірден өткенше өтірік айтуға мүлдем болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Алла сақтасын, екі жүзділер мұнафиқтардың үш белгісі бар дейді. Соның біреуі сөйлесе жалған сөйлейді деп айтады. Жалпы бұл өтірік айту мұсылманның сипатынан емес, бұл Алла сақтасын екі жүзділердің, мұнафиқтардың сипатынан болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бірде-бір сахаба келіп, мұсылман адам әлсіз бола ма деген кезде, иә, әлсіз болады дейді. Қорқақ бола ма деген кезде, иә, қорқақ болады дейді. Солай бірнеше сипаттарды айтып келіп, соңында мұсылман адам өтірікші бола ма деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, жоқ, мұсылман адам өтірікші болмайды деп әлгі сахабаның бетін қағып жібереді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол үшін бұл Рамазан айы болсын, қай кез болсын, ес білгеннен бастап көзімізді топырақ жұмғанша мұсылман баласына өтірік айтуға болмайды.